Қайырлы күн достар. Бүгін біз мойынға осы жемчугтан әдемі коле жасаймыз. Мен қолданатын жемчугім ол 10 мм. Одан басқа бізге қажет болады осындай Милано фурнитурасы. Бұны біз ортасына қоямыз. Көрдіңіздер ғой, қандай ішінде мына жерде фианиттері бар, дөңгелек. Бұл бұдан үлкендеу, 12 сияқты, 12. Бұл неге бұны алдым мен деген қарасаңыздар, бұл кішкене басқаша мына нелерден қарағанда. Мына жемчугте бізде тесік мына жақта орналасқан. Көрдіңіздер ғой, міне. Ал мыналарда шетінде орналасқан. Мыналар біртүрлі дөңгелек сияқты. Көрдіңіздер ғой? Мынау сопақ, мынау дөңгелек. Кішкене өзгеше болады, сондықтан бұны тек акцентный жерлерге пайдаланамыз деп есептедім. Как көресіздер оны қалай болатын. Одан басқа мынаумен бірге қосымша ұқсасын, бір-бірін байланыстырып тұрсын деп мен осындай застежканы қолданатын боламын. Бұл да фианитпен байқасаңыздар көрінеді деп үміттенемін сіздерге. Одан бөлек бізде мынандай протекторлер бар. Бұны протектор деп атайды, танысып қойыңыздар. Бұның бәрін мен сіздерге қалай, не үшін қолданатын бәрін жасап жатқан кезде көрсететін боламын. Көрдіңіздер ғой? Одан басқа бұл One Touch деп аталады. Бұндай қазір бізде Қазақстанда жоқ десе болады. Бұны мен бөлек заказ бердім шет жақтан. Өте ыңғайлы. Жұмыста қазір көресіздер қалай жасалынатын. Ең маңызды құрал бізге қажет болатын ол трос. Бұны трос деп атайды. Осы, былай айтқанда, жіптің орнына. Бұл трос бізге не үшін керек? Біз қазір осыған жіптің орнына, мысалға, мына жемчугтарымызды осыған ішіне ілетін боламыз. Көрдіңіздер ғой? Бұны қолданған кезде сіз керекті ұзындығыңызды аласыз, былай өзіңізге ұнаған мойныңызға өлшеп аласыз ба, көресіз, немесе сантиметрмен есептейсіз ба. Одан кейін мына жермен де аздап сынып қалып, негізі ол былай тұрады. Мынаны былай ілесіз де, тартасыз да, мына жағымен жұмыс істей бересіз. Өте ыңғайлы. Менің қазіргі қолданып жатқан тросым ол 0,38. Бұл жіңішке болып есептелінеді. Не үшін бізге жіңішке керек, оны да мен сізге қазір түсіндіріп кетемін. Камды көрсетемін, сіздер өздеріңіз сосын ыңғайыңызға қарай істесеңіз болады. Қараңыздар, бізде тростың ұшын көрдіңіздер ма? Қисықтау кішкене бізге ыңғайсыздық алып келуі мүмкін. Сондықтан мен оны кесіп тастап жатырмын. Бұл менің құралым. Мен бұнымен былай сындырып алам. Көрдіңіздер ғой, сымды сындырып алды. Мынау бізде дүп-дүзу. Құралдармен танысу қажет болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Мен сіздерге бәрін түсіндіріп беруге тырысамын. Қараңыздар, міне бізде қазір. Енді бастадық жұмысты. Мен бұны өзім есептедім, қандай дизайнмен шамамен жасайтынымды, қалай заказчикке ұнайды деп. Міне бізде 2 кетті. Мен бұл жерде қазір көрсетіп жатырмын сіздерге. Мен 11, мен өзім 12 деп есептеген болатынмын. 12-ден бір акцентный моншақ қоятын болам. Нәже қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мынау кішкене басқаша болып шығып тұр екен, 11.
12-шін акцентный моншақ қылып жасағым келген болатын. Мынау кішкене басқаша екен. Басқасын қояйық. Бітірдік. Тағы бір буынын 12-шісіне келгенде мен бұл жерге акцентныйын қойғым келеді деп айтқан болатын. Бұл деген болады. Осындай сүйкімді маржан қойдым. Байқадыңыздар ғой, өзгеше көрінеді. Ал енді біз келдік ортасына. Ортасы бұл біздің центрге біз қандай жасағымыз келеді, соны ойластыруымыз керек. Менің жасағым келетіні ол кішкене өзгеше қылып жасағым келеді, және де осындай заттарды қазір қосқым келеді. Қазір көрсетемін сіздерге. Мысалға, мынау мен сіздерге айтып кеткен протектор. One Touch. One Touch'ты не үшін қолданады? One Touch'ты мына кнопкасын көріп тұрсыздар ғой, мына кнопканы басатын болсақ, қысып құралмен, онда бұл деген арғарай моншақты жылжытқызбайды. Ол қандай жерге жақсы? Мынандай жерге қойған жақсы, шашылып қалмас үшін моншақтардың. Бұны мен жерге тек әдемілік үшін қойып жатырмын. Негізі, бұны қай жағдайда сіздерге қойса болады? Мысалға, біз жаңа айттық қой, 12 дедік, әрбір буынды, белгілі бір буынды, өздеріңіз білесіз, 5-ден кейін ба, 10-нан кейін ба қойып, осындай нені, One Touch'ты қойып, бекітсеңіз, мысалға, мына жақты, сосын мына жақты үйтіп бекітсеңіз, онда шашылып қалған жағдайда тек қана сол белгілі бір буын ғана шашылатын болады, қалғандардың бәрі тұтас болады. Сол жағынан бұл өте жақсы, ыңғайлы нәрсе. Бірақ мен қазір қойып жатқан себебім, кішкене әдемілік үшін қойып жатырмын. Себебі менің заказчигім қазіргі ол дәрігер. Ол өте жинақы киімдерді, минималистический дейді ғой, өте қатты жылтырлақ нәрселерді онша ұнатпайды. Оған тек менің көргенім, өз көруім, оған керек заттар кішкене ұстанымды, әдемі, өзінің характеріне ұқсайтын қылып жасауға тырысып жатырмын. Не қараңыздар, мынаны қойдым мен. Мен ойлаймын, осыған акцентный қойғым келеді менің. Акцентный мен үшін ол бұл осы моншақтар өте әдемі көрінеді. Қазір көрсетемін сіздерге. Заказчигіма өте жақсы, әдемі, көп нәрсемен келісетін көп жасауым қажет. Мына жерде мен таңдадым. Байқадыңыздар ма? Бұл жерде бәрі әртүрлі, өзгеше. Мынаны алып тастағым келеді. Себебі бір-біріне кішкене ұқсағандары жақсы. Өлшем бойынша, немесе формасы бойынша өте әдемі келісіп тұр екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 12-шісін қоймаймыз. Не үшін мен оны айтып тұрмын? Мен бұған арнайы мынандай дайындап қойдым. Байқадыңыздар ғой, бұл мына жемчуг былай кіреді, мына тесік арқылы. Ал мына жемчуг былай кіреді. Айырмашылық бар, міне формасы екі түрлі. Бұны мен акцентный деп атаймын өзім. Бұны мен әрбір 12-шісіне қоюға ұйғардым. Қараңыздар, қандай сүйкімді болады. Көрдіңіздер ма? Кішкене өзгеше, былай келеді, мына жерде тоқтайды. Бұл мен деген бөлген түрім, әдейі осылай. Ал бөлдік бұны, келесісі. Ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге көру жеңіл болу үшін мен қазір осыдан бастап тездетемін. Жақсы көрінеді деген ойдамын. Бұлар өзгеше көрінеді. Ол кісі ұнайды деп үміттенемін. Көрдіңіздер ғой, жасап жатырмыз қазір. Хоп, кіргіздік. Байқадыңыздар ғой, One Touch'тан кейін мен біреуін қойдым. Бұны қоюдың алдында мен жаңа біздің айтқан ортасында центрде болатын
көздің жауын алатын біз осындай бір затты қоюымыз қажет деп ойлаймын. Одан кейін біз мынаны жалғаймыз. Ол да тура осындай бірдей, екеуі өлшемдері ұқсайды, сондықтан осылай алдым мен. Келесі бізде тура сондай қайталаймыз ритмді. Бізде тура осындай one touch кримп. Бұны мен бұл жерге қыстырдым. Көрдіңіздер қандай сүйкімді болып көрінеді. Маған өте ұнайды, сіздерге де ұнайды деп үміттенемін. Ары қарай біз тура осылай жалғастырамыз. Осылай. Қазір мен жайлап видеоны тездетемін, себебі уақыт көп кетеді. Көп кеткенде сізге жеңіл болады қарауға. Біз басынан бастап, қазір қараңыздар, міне біз не үшін бұны тросты қиып алмадық, керек ұзындықты, себебі әртүрлі жағдайлар бірдеңе өзгеріп кететін болса, ойыңыз басқаша болса, кішкене қосып жіберсеңіздер, сіз жайдан жай тросты кесіп тастап, ол белгілі бір ұзындықта тез бітіп қалып, сіз оны ары қарай жалғастыра алмай қайтып тросты қолданасыз да, ананы лақтыру керек болады. Сондықтан біз қазір міне мәремізге жеттік десе болады. Қазір көріңіздер, мына жерде ұзындық артық болып тұр. Біз оны тартып, өзімізге керекті ұзындықты таңдап аламыз. Мен қазір алып жатырмын. Мына жағынан, бір жағынан шамамен осындай алдым. Әрине, бұның жартысын әлі кесеміз біз. Бірақ қысқадан ұзын болғаны жақсы. Мына жерден де шамамен сондай алуға тырысамыз. Кесеміз. Көрдіңіздер, қалай оңай кесілді. Тросты жинап қоямыз. Келесі жолға. Енді қараңыздар, ең қызығы қазір басталады. Осыны білсеңіздер, сіздер бұл кольені 30 минутта жинай алатын боласыздар. Мен қазір сіздерге ұзақ жай көрсетіп жатырмын, себебі бір рет түсінсеңіздер, жаңағы айтқандай, сіздерге өте жеңіл болады жасауға. Ал енді біз кеттік. Бізге не керек? Біріншіден, бізге қажет нәрсе. Біреуін мына жағын жасап алу үшін бізге қажет болады. Біріншіден, осындай, мен айтқан сіздерге one touch. Көрдіңіздер тесігін. Осы тесікке біз кіргіземіз. Міне кіргіздік. Одан кейінгі бізге керек нәрсе ол протектор. Протекторды мен сізге көрсеткен болатым. Мынау бір защита болса, бір нәрседен қорғайтын болса, бұл екінші нәрседен қорғайды. Бұл протектордың мына жерін дұрыстап қарайтын болсаңыздар, бұл жерде тесік бар. Біз мына тросты мына жақтан кіргіземіз де, мына жерден айналдырып, мына екінші жағынан шығарамыз. Және де бұны біз не істейміз? Біз мына екеуін, мына екі шетін бар ғой, мынаны, сосын мынаны біз жаңағы құралмен бүйтіп қысатын боламыз. Ол тростың ығысып кетпеу үшін қажет. Бұда да тура сондай, мына кнопканы басатын болсақ, бұл ары қарай ысырылмайды. Ал кеттік. Бұл бізде маңызды кез. Тростан өткіземіз біз протекторды. Бірінші бір жағынан, сосын екінші жағынан. Бір жағынан кіреді, сосын екінші жағынан айналып шығады. Одан кейін біз, міне бізде әдемі шықты. Енді жайлап тартамыз да астында тұрған крем one touch'ты жайлап көтереміз. Қараңыздар, қандай әдемі тиянақты жасалынған болып шықты. Өзім сөйтіп мақтап қояйын. Шынымен солай. Жайлап тартамыз, міне өте жақсы тұр. Арқа шықты қондай көп болған қажет емес бұл жерде.
Енді жайлап жаңағы маржантастарымызды көтереміз. Байқасаңыздар, мен тросты кішкене ұзындау қылып алдым. Неге артық алған себебімді қазір түсіндіремін. Сіздер мысалға тура осы Crimp One Touch'тың біткен жерінен кесіп алсаңыздар, онда ол мойынға тиеді. Сым темір қышытып, тырнап, сөйтіп ауыртуы мүмкін. Міне осы жерден. Байқадыңыздар ғой, осы жер. Ол жерден олай істеуге болмайды. Көптеген мастерлер интернетте сөйтіп сатады. Өте ыңғайсыз қолдағанға. Әйел адам әшекейді киген кезде өте бақытты сезіну керек өзін. Сондықтан соны ескере отырған дұрыс. Тағы да бір жай, бізге тростың кішкене ұзын болғанын керектігі ол, мына көрдіңіздер ғой, мен сіздерге көрсетіп жатырмын қазір. Біз бірнеше моншақты осы тростың ішіне кіргізуіміз керек. Сонда ешқандай жарақат мойында болмайды. Көрдіңіздер ғой. Ол басқа жағынан біз артық алған себебіміз ол, мысалға бір жағдайлар болып қалса, кримппен ескірсе, ауыстыру керек болса, сынып қалса, ондай жағдайда біз ештеңені шашпай-ақ сол жерді ғана бір бөлігін ғана ауыстыра аламыз. Негізі бірнеше моншақтың ішіне кіріп кетсе, сол жеткілікті. Сол үшін де бізде тростың жіңішке болғаны керек. Моншақтың тесігіне кіріп қайтып шығатындай. Үлкен трос, қалың трос алатын болсаңыздар, олай біз жасай алмай қаламыз. Міне қараңыздар, бұл менің құралым. Осы құралмен біз қазір протектордың екі шетін, мен алдында айтып өткен сіздерге, екі шетін қысамыз. Қазір қысқаннан кейін оны түртуге болмайды. Жұмысымыз осы бөлікте аяқталады. Міне, қазір қысамыз, жайлап. Міне, байқасаңыз, осы құралды екі түрі болады. Біреуі ішінде тістері бар. Бізге тістері бар керек емес, ол зақымдайды фурнитураны. Ал жаңа мен көрсеткенім, ол зақымдамайды. Көрдіңіздер ғой, міне. Тістері жоқ, көрдіңіздер ма? Зазубренный дейді ғой. Бізде ондай мүлдем жоқ. Міне біз қыстық. Енді келесісі, міне көрініп тұр ма сіздерге? Енді біз Crimp One Touch'ты да қысамыз. Өте қатты қысуға болмайды, бірақ бұны қысқан кезде шынымен кішкене күш керек болады. Мына кнопканы басамыз. Кнопка ішіне аздап кіру керек. Сонда ол жабылды деген сөз. Сөйтіп біз әшекейдің бір шетін қорғадық. Енді міне қараңыздар, жайлап кіргіземіз моншақты. Екі-үшеу кірген жақсы, сонда ешқандай сізде қиындық болмайды. Сөйтіп міне тартамыз жіпті. Екінші жағынан, екінші шетінен тартып аламыз. Көрдіңіздер ғой, оп-оңай. Бұл жер бізде дайын. Енді келесі бетіне көшуіміз қажет. Енді екінші жағынан тура солай қайталап шығамыз. Бірінші тросты аламыз. Тросқа қарасаңыздар, менің тросым кішкене деформацияланған. Осындай азғантай болса, ештеңе етпейді. Ал қатты қисайып тұратын болса, онда оны бастапқы жұмысты бастаған кезде кесіп тастаған дұрыс болады. Міне біз кіргіземіз. Тура солай бірінші Crimp One Touch'ты, одан кейін протекторды бір жағынан кіргізіп, екінші жағынан шығарып, тартамыз жақсылап. Сөйтіп, ішіне кіргіземіз Crimp One Touch'тың. Бұл жерде кішкене ұзақтау болуы мүмкін. Мен тағы да санап қоймайым. Сіздер де мынау енді соңғы біздің қимылдарымыз болғасын жасап бітіретін. Бәрін дұрыстап санап алған дұрыс. Міне, тартамыз. Кішкене ара қашықтық қалса, моншақтың арасында ол жақсы. Өте тығыз жасамаған дұрыс. Себебі сіз мысалға кейбір адамдар болады іліп қоятын сондай
бір жерге шеге сияқты бір шкатулкаға емес, қорапшаға емес, бір басқа бір іліп қоятын адамдар болады. Ондай жағдайда ол маржанның салмағымен жайлап трос ұзара бастайды. Онда оның арасында қатты орын қалуы мүмкін, арасы ашық болуы мүмкін. Ал біз кішкене ғана қалдырамыз да, мына нені, протекторды жайлап асықпай мына жерден өткізіп, кіргізіп алуымыз қажет болады. Бірнеше рет жасағанда асықпай жасаңыздар. Бәрін дұрыстап түсініп алу үшін, тиянақты жасау үшін. Сосын жасаған кезде рахаттанып қаласыз өзіңіз жасағанға. Міне, енді мен мына жерде кішкене ұзындау болып қалып, себебі біз тарттық қой арғы шетін. Жіп кішкене трос ұзындау, сондықтан мен кішкене кестім. Бұрын елдер әшекей жасау үшін лесканы қолданатын болатын, бірақ қалай трос пайда болды, солай ол өте танымал болып кетті, себебі өте ыңғайлы, берік, лескадан қарағанда мықтырақ. Трос негізі бірнеше сымның қосындысы оралған бір-біріне, сосын сырты нейлон қабықшасымен қапталынған. Ол не үшін керек? Ол мойынды сырмайды, өте жағымды тұрады мойында. Немесе қолда браслет жасайтын болсаңыздар. Өте ыңғайлы материал. Майысады да, майысуы да оның қалыңдығына байланысты. Тез майысады жұқа болса, ал қалың болса майысуы кішкене азырақ болады, деформация азырақ болады. Сондай. Міне қараңыздар. Қазір енді екінші моншағына кіргізуге тырысып жатырмын. Сіздерге ұнады ма жасап жатқанымыз? Дұрыс түсіндіріп жатырмын ба сіздерге? Түсінікті ма сіздерге? Соны міндетті түрде жазып кетсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Мүмкін комментарийдегі сұрағыңыз келесі видеоның себепшісі болады. Ал міне біз қазір тартып жатырмыз құралмен. Негізі осы істі жасайтын адамдар екі қолына екі құрал алып тартады. Біреумен ұстайды, біреумен тартады. Міне, менікі екі моншаққа жетті. Мына жағын қиятын шығармын. Қазір көреміз. Үшіншісіне дұрыс симайтын болса, онда қиятын боламыз. Негізі екі моншақтан кейін үзе берсе болады. Ара қашықтықты тек азайту керек. Міне, көрдіңіздер ма? Міне екеуінен кейін мен кесіп тастадым. Қазір түрі жақсы. Моншақтар арасында кішкене қозғалып тұр. Осындай болса жақсы. Одан артық бір моншақтың орнындай қалып қалғаны дұрыс емес болады. Ал көрдіңіздер, енді соңғы бізде қадам қалды. Соңғы қадамымыз біздің ол застежканы осыған байланыстыру. Міне, қарап жіберіңіздер. Ал кеттік. Бізде енді мына моншақтарды мен тексеріп қарап жатырмын. Аралар жақсы, бәрі дұрыс. Екінші кримпті, One Touch кримпін бекітеміз қазір. Міне қараңыздар, мына жерде қазір жақсы көрініп тұр. Мына кнопканы басамыз, кішкене азаяды. Міне көрдіңіздер ма? Болды, қадалды деген сөз. Келесі жолы мен сіздерге жай кримппен қалай істеу керек екенін көрсетемін. Ал осындай кримп қатты ұнаған жағдайда сіздерге мен Telegram каналына ссылкаларды беретін боламын. Нені қайдан сатып алуға болады. Ал міне, бізде дайын. Кішкене жөндеп жібердік. Енді протекторды қысамыз. Біріншісін қыстырдық. Енді екінші жағын міне қыстырып алдық. Міне болды, дайын. Кәнеге қарап жіберейік.
Бәрін тексердік тағы бір рет. Кримпті One Touch қыстырдық. Протектор кішкене тросы қисық болып тұр, соны жөндеп жібереміз. Сосын оны да былай қысып аламыз екі жағын. Енді ешқайға моншақ кетіп қалмайды, шашылып қалмайды. Біз сенімдіміз. Енді застежкаға қарай көшейік. Біздің застежкамыз жаңағы көрсеткен бұл дәстүрлі застежка деп атаса болады. Фианитпен фианитсіз түрлері де бар, қарапайым. Оны да қолданамыз бұйырса. Қараңыздар қандай сүйкімді. Көрдіңіздер ғой, екі сақинасы бар. Соединительные кольца деп атайды оны. Байланыстыратын сақиналар екі жағында. Біз соған ілуіміз қажет қазір. Ол үшін біз екі құралды аламыз, екі жақтан. Сосын ашамыз. Сонда біздің сақина бір келкі болып, тегіс болып ашылатын болады. Міндетті түрде бір қолмен ұстаймыз, екінші қолмен ашамыз сақинаны. Енді сақинаны протекторге кіргіземіз де жайлап қайтып жабамыз. Бір жақты жасап болдық. Енді екінші жағын тура солай қайталап бекітеміз. Қараңыздаршы, бізде қандай әдемі болып шықты. Мен өзім жасап, сүйсініп, рахаттанып отырмын. Енді екінші жағын қыстырайық. Тура жаңағыдай жасаймыз. Тағы да ашамыз сақинаны жалғастыратын. Протекторды аламыз да ішіне салып, қайтып жабамыз. Біреумен ұстаймыз, екіншісімен жабамыз. Болды. Осылай жасайтын болсаңыздар, сақинаның арасында ешқандай арақашықтық қалмайды, шығып кететін. Бәрі теп-тегіс жабық болады. Міне біз жаптық, қараңыздар, әдемі, жабық, ешқандай арасында шығып кететін жерлері жоқ. Сақина тура орнына түсті. Көрдіңіздер ғой, міне, көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте әдемі болып шықты бізде. Маржандар өте әдемі, өзгеше. Фианиті де жақсы таңдадық деп ойлаймын, жаңағы элементті ортасындағы. Бәрі қозғалып тұр. Маған осындай маржандар ұнайды, негізі. Ал енді біз мына жердегі қалған Crimp One Touch'ты қыстырған жоқпыз, енді соны да бекітіп қояйық екі жағынан. Міне, біріншісі дайын. Енді екінші Crimp One Touch'ты қыстырамыз, болды, дайын. Соңғы тексеру қалды. Тростың жұмсақтығын тексерсек болады. Біз арасын кішкене ашық қалдырғандықтан, ол бізде жұмсақ болу керек. Әшекей. Қатып қалса, бір орында трос, онда біз қатты тығыз жасап жібердік деген сөз. Қараңыздар, бізде жұмсақ шықты, бәрі қозғалып тұр, бәрі дұрыс. Қазір міне қарасаңыздар болады, мен кидім. Алқаны қараңыздар, қандай болып тұр. Өте әдемі, байқаттыңыздар ма? Міне, қазір көрсетемін сіздерге. Әшекейді әртүрлі қылып кисе болады.
ортасына қаратып немесе қырына қаратып көптеген киімдерге үйлеседі, әсіресе базалық киімдермен өте жақсы болады. Көрдіңіздер ғой. Достар, егер видеоны соңына дейін қарап болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Батима.